презентацияда Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2019 жылғы 12 тамыздағы номері 193 НК мемлекеттік органдардың архитектураларын әзірлеу, іске асырылуын қолдап отыру, мониторингтеу және дамыту қағидаларын бекіту туралы бұйрығының негізгі нормалары туралы айтып береміз. Мемлекеттік органдардың архитектураларын қалыптастыру мынандай тәртіппен жүзеге асырылады. Бірінші, мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеуге немесе дамытуға бастамашылық ету. Екінші, мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеу немесе дамыту. Үшінші, мемлекеттік орган архитектурасын іске асыру. Төртінші, мемлекеттік орган архитектурасын іске асыруды сүйемелдеу және іске асыру мониторингі. Ал енді архитектураны әзірлеу процесі туралы талқылайтын боламыз. Мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеуді бастау процесі келесі операцияларды қамтиды. Бірінші, мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеу басымдылығын талдау. Екінші, электрондық үкіметтің архитектуралық порталында мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеудің негіздері мен басымдылығын көрсете отырып, әзірлеуге бастамашылық жасауға өтінім дайындау және оны электрондық құжат нысанында сервистік интеграторға жіберу. Үшінші, келіп түскен өтінімді сервистік интегратормен қарастыру және көрсететін қызметтің басталу және орындау мерзімін келесі қаржы жылына талап етілетін бюджетті көрсете отырып, архитектуралық портал арқылы өтінімге өз ұсыныстарын жіберу. Төртінші, мемлекеттік орган мен сервистік интегратордың ұсынысын растауы және оған архитектуралық портал арқылы еркін нысанда хабарлама жіберу. Бесінші, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы номері 511 бұйрығымен бекітілген бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну ережелеріне сәйкес кезекті жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік органның бюджеттік өтініміне архитектура әзірлеу бойынша қаржыландырудың қажетті көлемін Мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеудің негіздері мен басымдылығын талдау нәтижелері негізінде мемлекеттік орган қызметті бастау және орындау мерзімдерін айқындау үшін келесі қаржы жылына талап етілетін қажетті бюджетке өтінімді архитектуралық порталда қалыптастырады және сервистік интеграторға жібереді. Сервистік интегратор өтінімді келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде қарастырады. Өтінімді қарастыру шеңберінде сервистік интегратор мемлекеттік орган архитектурасы ауқымын ескере отырып, сондай-ақ 2015 жылғы 23 қарашадағы еңбек кодексінің 101 бабының 2 тармағына сәйкес еңбек нормалары бойынша әзірленген және енгізілген сервистік интегратордың нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілетін қызметтің негізін бағалайды, басымдылығын белгілейді, архитектура әзірлеу жөніндегі алдағы көрсетілетін қызметтердің көлемін айқындайды және оны орындау үшін қажетті ресурстарды көрсетілетін қызметтерді бастау және орындау мерзімдерін талап етілетін бюджетті жоспарлайды. Келіп түскен өтінімді қарастыру қорытындылары бойынша сервистік интегратор архитектуралық портал арқылы мемлекеттік органға келесі қаржы жылына талап етілетін бюджетті көрсетілетін қызметтерді бастау және көрсетілетін қызметтердің орындау мерзімдерін көрсете отырып ұсыныс жібереді. Мемлекеттік орган архитектуралық порталда өтінімді қарау нәтижелері бойынша сервистік интегратор ұсынған шарттарға ұсынысты келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде растауды жүзеге асырады. Мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеу жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған шығыстарды жоспарлауды мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 16 наурыздағы номері 274 бұйрығымен бекітілген ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстарды есептеуді жасау, ұсыну және қарастыру жөніндегі нұсқаулыққа және бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына сәйкес жүргізеді. Мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеу бойынша қызметтер көрсетуге арналған шығыстардың қажетті көлемі сервистік интегратор жіберген ұсыныс негізінде мемлекеттік органның кезекті жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік өтініміне енгізіледі. Архитектураны әзірлеу үшін мемлекеттік орган қажетті өкілеттіктері бар жұмыс тобын
архитектуралық кеңесін құрады. Сондай-ақ сервистік интегратор үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық жағдайларды қамтамасыз етеді. Архитектуралық кеңес мемлекеттік органның басшысы жанындағы тұрақты жұмыс істейтін консультативтік кеңесші орган болып табылады. Мемлекеттік органның басшысы архитектуралық кеңестің сандық және дербес құрамын құрылымдық бөлімшелерінің басшылары қатарынан бекітеді. Архитектураны әзірлеу жоспарына және бекітілген бюджеттік өтінімге сәйкес мемлекеттік орган сервистік интегратордың архитектураны әзірлеуді жүзеге асыру үшін 1 наурыздан кешіктірмей ережелердің іске асырылуын қамтамасыз етеді. Бұл бейнероликте әзірлеу процесі туралы талқылайтын боламыз. Мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеу процесі мынандай кезеңдерді қамтиды. Бірінші, мемлекеттік органның ағымдағы архитектурасын айқындау. Екінші, мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарын, нысаналы индикаторларын, міндеттерін, көрсеткіштері мен проблемаларын сипаттау. Үшінші, мемлекеттік органның мақсатты архитектурасын қалыптастыру. Және де төртінші, мемлекеттік органның ақпараттандыруды және архитектурасын іске асыруын орта мерзімін жоспарлау. Сервистік интегратор архитектураны әзірлеу процесін орындау нәтижелері бойынша архитектуралық кеңеске нәтижелерді талқылау және келісу үшін презентация өткізеді. Архитектураны әзірлеу жөніндегі іс-шараларды орындау нәтижесі архитектуралық кеңеспен келісілген мемлекеттік орган архитектурасының жобасы болып табылады. Ал енді мемлекеттік органның архитектурасының жобасын келісу және бекіту туралы талқылайтын боламыз. Мемлекеттік орган архитектурасын әзірлеу нәтижелері бойынша архитектура жобасын 5 жұмыс күні ішінде уәкілетті органға келісуге жібереді және бір мезгілде іске асыру жоспарының материалдарын жария талқылау үшін архитектуралық порталында орналастырады. Архитектуралық порталда іске асыру жоспарын жария талқылау мынандай шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады. Жария талқылау үшін орналастырылған іске асыру жоспарына мемлекеттік органдардан және архитектуралық порталда тіркелген ұйымдардың ескертпелері және немесе ұсыныстары тек АКТ жобасы паспортын немесе нысаналы архитектурасының АКТ жобаларын іске асыру жөніндегі жоспар кестесінің нақты құрылымдық элементтеріне қатысты ғана қысқаша негіздемемен қабылданады. Архитектуралық порталда іске асыру жоспарын жария талқылау мерзімі оларды орналастырған күнінен бастап 5 жұмыс күнін құрайды. Архитектуралық кеңес жария талқылау аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде іске асыру жоспарына берілген ескертулерді және ұсыныстарды қарайды және жария талқылаудың аяқталуы және қабылданған шешімдер туралы есепті негіздемелермен көрсете отырып, архитектуралық порталда жариялау арқылы оларды қабылдау немесе қабылдамау туралы шешім қабылдайды. Уәкілетті орган өз ұсыныстарын ұсынады немесе архитектура жобасын келісуді есеп жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады. Уәкілетті орган архитектура жобасын архитектуралық порталда жария талқылаумен қатар қарастыруды және келісуді жүзеге асырады. Іске асыру жоспарының материалдарын сондай-ақ архитектура жобасын уәкілетті органның қарауы мен келісуін қорытындыларын жария талқылаудың нәтижелері бойынша сервистік интегратор архитектуралық кеңеспен келісім бойынша 10 жұмыс күні ішінде архитектура жобасына қажетті өзгерістер енгізеді. Мемлекеттік орган архитектура жобасына енгізілген қажетті өзгерістердің нәтижелері бойынша 10 жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе оны алмастыратын тұлға жобаның бекітуді жүзеге асырады. Мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы номері 832 қаулысымен бекітілген ақпараттық коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың 8.1 тармағының тараптарын сақтай отырып, мемлекеттік орган архитектурасы бекітілгеннен кейін 10 жұмыс күн ішінде архитектура әзірлеу нәтижелерін архитектуралық порталда орналастырады. Мемлекеттік орган өзінің интернет ресурсында архитектура шеңберіндегі ақпаратты орналастырады. Мемлекеттік орган архитектурасы бекітілгеннен кейін архитектурадағы АКТ жобаларын
атауын мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған архитектураны іске асыру жөніндегі шаралар мен іс-шараларды көрсету мақсатында үшінші деңгейдегі мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына өзгерістер енгізеді. Мемлекеттік орган бекітілген архитектурасында ведомство аралық АКТ жоба болған жағдайда ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бағдарламаға өзгерту жөніндегі өзгерістер енгізеді. Келесі талқылайтын тақырыбымыз архитектураны дамыту процесі. Бірінші, архитектураны дамытуға бастамашылық етуде тоқталайық. Архитектураны дамытудың негіздері мыналар болып табылады. Бірінші, архитектурасы әзірленген мемлекеттік органнан архитектурасы әзірленбеген мемлекеттік органға, я болмаса архитектуралары әзірленген бір мемлекеттік органнан екінші органға реттелетін саладағы функциялар мен өкілеттіктерді бере отырып, оларды тиісті мемлекеттік органдарға қайта құру жолымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының қайта ұйымдастыру. Екінші, нормативтік құқықтық актілерге немесе Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы номері 790 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесімен айқындалған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мемлекеттік органның қызметін реттейтін жаңа өзгерістер және толықтырулар қабылдау. Үшінші, мемлекеттік функцияларды және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді оңтайландыру және автоматтандыру қажеттілігі және де электронды үкіметтің ақпараттандыру объектілерін құру немесе дамыту қажеттілігі. Төртінші, мемлекеттік органның қызметін ақпараттық қамтамасыз етуге электрондық үкіметтің ақпараттандыру объектілеріне, оның ішінде функцияларының құрылымының өзгеруіне байланысты қойылатын талаптардың өзгеруі. Бесінші, ақпараттандыру саласындағы бюджеттік шығыстар құрылымын және көлемін өзгеруі. Алтыншы, сервистік интегратормен архитектураны іске асыруды сүйемелдеу шеңберінде мемлекеттік орган архитектурасына өзгерістер енгізу немесе қайта өңдеу қажеттілігін анықтауы. Мемлекеттік орган архитектурасын дамытуды бастау процесі мынандай операцияларды қамтиды. Бірінші, мемлекеттік орган архитектурасын дамытудың негіздемелерін және басымдылығын талдау. Екінші, электрондық үкіметтің архитектуралық порталында дамыту негіздері мен басымдығын көрсете отырып, архитектураны дамытуға бастамашылық жасауға өтінім дайындау және оны электрондық құжат нысанында сервистік интеграторға жіберу. Үшінші, келіп түскен өтінімді сервистік интеграторын қарастыру және қызметтің басталу және орындау мерзімін келесі қаржы жылына талап етілетін бюджетті көрсете отырып, архитектуралық портал арқылы өтінімге ұсыныс жіберу. Төртінші, мемлекеттік орган сервистік интегратордың ұсынысын растау және архитектуралық портал арқылы оның мекенжайына еркін нысанда хабарлама жіберу. Бесінші, Қазақстан Республикасы қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы номері 511 бұйрығымен бекітілген бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына сәйкес кезекті жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік өтініміне архитектураны дамыту бойынша қаржыландырудың қажетті көлемін енгізу. Мемлекеттік орган архитектураны дамытудың негіздері мен басымдылығын талдау нәтижелері бойынша архитектуралық порталда өтінім қалыптастырады және сервистік интеграторға қызметтің басталу және орындалу мерзімдерін келесі қаржы жылына қажетті бюджетті айқындау үшін өтінім жібереді. Өтінімді қарауды сервистік интегратор келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде іске асырады. Өтінімді қарастыру шеңберінде сервистік интегратор мемлекеттік орган архитектурасын ауқымын ескере отырып, сондай-ақ 2015 жылғы 23 қарашадағы еңбек кодексінің 101 бабының 2 тармағына сәйкес еңбек нормалары бойынша әзірленген және енгізілген сервистік интегратордың нормативтік құжаттарына сәйкес көрсетілетін қызметтің негізін бағалайды, басымдылығын белгілейді. Архитектураны дамыту жөніндегі алдағы көрсетілетін қызметтердің көлемін айқындайды және оны орындау үшін қажетті ресурстарды көрсетілетін қызметтерді бастау және орындау мерзімдерін талап етілетін бюджетті жоспарлайды. Келіп түскен өтінімді қарастыру қорытындылары бойынша сервистік интегратор архитектуралық портал арқылы мемлекеттік органға келесі қаржы жылына талап етілетін бюджетті
көрсетілетін қызметтерді бастау және көрсетілетін қызметтердің орындау мерзімдерін көрсете отырып ұсыныс жібереді. Мемлекеттік орган архитектуралық порталда сервистік интегратор ұсынған шарттарға ұсынысты келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде растауды жүзеге асырады. Мемлекеттік орган архитектураны дамыту жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған шығыстарды жоспарлауды Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 16 наурыздағы номері 274 бұйрығымен бекітілген ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстарды есептеуді жасау, ұсыну және қарастыру жөніндегі нұсқаулыққа және бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына сәйкес жүргізеді. Бюджеттік өтінімді қарау қорытындылары бойынша уәкілетті орган кезекті жоспарлы кезеңге мемлекеттік орган архитектураларын дамытуға бюджет қаражаты бөлінбеген жағдайда архитектураларды дамыту жоспарын өзектендіреді. Архитектураны дамыту бойынша қызметтер көрсетуге арналған шығыстардың қажетті көлемі сервистік интегратор жіберген ұсыныс негізінде мемлекеттік органның кезекті жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік өтініміне енгізеді. Мемлекеттік орган архитектурасын дамыту үшін жұмыс тобын, яғни архитектуралық кеңесін құрады. Сондай-ақ сервистік интегратор үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық жағдайларды қамтамасыз етеді. Ал енді мемлекеттік орган архитектурасын дамыту процесі туралы талқылайтын боламыз. Архитектураны дамыту жоспарына және бекітілген бюджеттік өтінімге сәйкес мемлекеттік орган 1 шілдеден кешіктірмей сервистік интегратордың архитектураны дамыту, яғни қайта өңдеуді жүзеге асыру үшін ережелердің іске асырылуын қамтамасыз етеді. Енді мемлекеттік органның архитектурасын дамыту жобасын келісу және бекіту туралы талқылайтын болсақ, архитектураны дамыту нәтижелерін жария талқылау, келісу және бекіту қадамдары алдында талқыланған әзірлеу кезіндегідей тәртіппен жүзеге асырылады. Осымен презентациямыз аяқталды.